Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге Алматы облысының тіл оқу әдістемелік орталығының оқытушысы Маралбаева Меруерт Жеңісқызы. Көңіл күйлеріңіз жақсы болса, сабаққа дайын болсақ, сабағымызды бастайық. Алдымен жаңа сабағымыздың тақырыбын айтпас бұрын, біз өтіп жатқан тараудағы сабақтың сұрақ қою арқылы пысықтап алайық. Яғни біз сіздермен отбасы тарауын өтіп жатырмыз, осыған қатысты бірнеше сұраққа жауап беріп көрейік. Алдымен алғашқы сұрақ сіздерге: отбасы мүшелері деп кімдерді атаймыз? Екінші, әпке деп кімді атаймыз? Сонымен қатар іні деп кімді атаймыз? Төртінші сұрақ: отбасы мүшелерінде жасына қарай кім үлкен? Бесінші, отбасы сөзінің тағы қандай баламасы бар? Өз жауаптарыңызды дәптерлеріңізге жаза отырайық, және бұны біз сабақтың соңында талқылайтын боламыз. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы туыстық қарым-қатынастар деп аталады. Яғни туыстық қарым-қатынас ол отбасы мүшелері арасында болады екен. Алдымен туыстық қарым-қатынас тақырыбында нені білу керек, осыны жаза отырайық дәптерге, және сабақтың соңында әрқайсымыз талқылайтын боламыз. Алдымен мен нені білемін, мен нені білгім келеді, мен нені білдім. Осы үш сұраққа өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Сабақтың соңында біз сіздермен осыған қатысты талқылау жүргізетін боламыз. Сонымен сабағымыздың жаңа сөздеріне де келіп жеттік. Жаңа сөздерді жазып алайық. Үлкен отбасы, большая семья, тәрбиелеу, воспитывать, бала, ребенок, ата-ана, родители, аға, старший брат, әже, бабушка, ата, дедушка. Және басқа да біз бұл отбасыға қатысты әрине жаңа сөздер өте көп, бірақ біз бұларды өткен сабақта өткен болатынбыз. Осы бүгінгі жаңа сөзге қатысты сөздерді дәптерлеріңізге жазып, жаттап жүрейік. Біз отбасы деп кімдерді айтамыз, соған алдымен жауап беретін болсақ, ол отбасы ерлі-зайыптылардың, ата-аналардың, балалардың және басқа туыстардың арақатынасын реттейтін нормалардың, тәртіп үлгілерінің жиынтығымен сипатталатын әлеуметтік институт екен. Отбасы, қарап отырсаңыздар, бізде үшке бөлінеді екен. Толық, толық емес және күрделі болып. Толық отбасы деп нені айтамыз? Толық ол ата-анасы және балалары бар отбасы. Толық емеске ата-анасының біреуі ғана бар отбасы. Ал күрделіге ата-анасы және балалары, туыстары бірге өмір сүретін отбасыны айтады екен. Осы үш түрін есімізге жаттап жүрейік, сақтап жүрейік есімізге. Сонымен отбасының жалпы атқаратын функциясы, бұл білеміз біз, қайсымыз болмасын, бала өсіріп, тәрбиелеу арқылы ұрпақ жалғастығын қамтамасыз ету. Баланы әлеуметтенуге, қоғамда өмір сүруге дайындау. Отбасы мүшелерін баспанамен, көлікпен, киіммен, тамақпен, материалдық құндылықтармен қамтамасыз ету. Тақырып түсінікті болса, мына жағдаяттарды талқылап көрейік. Марат әжесі, атасы, анасы, қарындасы, інісі, апайымен бірге тұрады. Бұл отбасының қай түріне жатады? Жаңа біз сіздерде жоғарыда айтып өттік, отбасының үш түрі бар деп, толық, толық емес, күрделі. Осының қайсына жатады екен? Қане жауап беріп көрейік.
Екінші жағдаят сұрақ. Әкесі, анасы және баланың өзі. Бұл отбасының қай түріне жатады? Келесі. Қайрат әкесінің ата-анасымен, олардың келінімен, немерелерімен және қарындасының әкесімен тұрады. Бұл отбасының қай түріне жатады? Ағасымен, оның әке-шешесі, інісі, апасы, қарындастарымен тұратын Жанардың отбасы толық па? Жауап берейік. Келесі сұрақ. Әке-шешесі ажырасқан Гүлшат анасымен, ата-әжесі бауырларымен тұрады. Отбасының қай түріне жатады екен бұл? Жауап беріп, жағдаят сұрақтарға жауап беріп болсақ, онда біз грамматикалық тақырыпқа жеттік. Бізде грамматикалық тақырып шығыс септігі нақ осы шақ деп аталады. Шығыс септігі сұрақтары жалғаулар. Біз білеміз, шығыс септігі кімнен, неден, қайдан деген сұраққа жауап береді екен. Ал жалғауларына келсек, кімнен, нен, наннен, неден, данден, қайдан, тан, кешіріңіздер, мұнда қате кетіпті. Нақ осы шаққа келетін болсақ, ол бізде шақтың түрлері бар. Осы шақтың ішінде нақ осы шақ дара және күрделі болып бөлінеді. Дараға отыр, тұр, жатыр, жүр етістіктері жатса, күрделіге ып, іп, жұрнақтары етістікке отыр, тұр, жатыр, жүр етістіктері көмекші етістік қызметінде жүктеліп тіркесуіне. Мен мысалы дараға мысал келтіретін болсақ, мен отырмын, сен отырсың, спайды сіз отырсыз, ол отыр. Жаңа күрделі түрін оқитын болсақ, мен оқып отырмын, яғни жұрнақтарын көріппіз оқып деген сөзде. Екінші, сен оқып отырсың, сіз оқып отырсыз. Үшінші шақ, ол оқып отыр. Жұрнақ арқылы жасалыпты. Келесі. Сондай-ақ ауыспалы осы шақ бар бізде. Е жұрнақ жалғанып, жүктелу арқылы жасалады. Мысалы, құс сайрайды, балық жүзеді, адам жүреді. Тақырып түсінікті болса, құрметті тыңдаушылар, біз үй тапсырмасына да келіп жеттік. Сіздерге үйге тапсырма, әркім өз отбасы туралы жазып келеді. Яғни сіздің отбасыңыз толық па, толық емес па, және күрделі ма? Осы үшеуінің қай түріне жатады? Сіздер өздеріңіз отбасы туралы шағын ғана әңгіме құрастырып келесіздер. Сонымен, құрметті тыңдаушылар, осымен біздің сіздермен сабағымыз аяқталды. Келесі сабағымызда кездескенше күн жақсы болсын. Аман сау болыңыздар.